Предлагаем вашему вниманию передачу Салтанат Ермековой «Изучаем казахский язык». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем нашу очередную передачу «Изучаем казахский язык». Сегодня мы поговорим о терминах, связанных с мебелью, с обстановкой в квартире, а точнее в комнате. Менің бөлмем, моя комната. Менің бөлмемде компьютер, теледидар орналасқан. В моей комнате расположены компьютер, телевизор. Менің бөлмемде компьютер, теледидар орналасқан. Бөлмемнің екі жағында кітап сөрелері тұр. У стен моей комнаты расположены книжные шкафы. Бөлмемнің екі жағында кітап сөрелері тұр. Оның ортасында мен демалатын диваным тұр. В середине комнаты расположен диван, на котором я отдыхаю. Оның ортасында мен демалатын диваным тұр. Бөлмемнің терезелері кең, соның арқасында ол өте жарық. Благодаря тому, что окна в моей комнате довольно большие, там всегда светло. Бөлмемнің терезелері кең, соның арқасында ол өте жарық. Өйткені оған таңертең де, түстен кейін де күн сәулесі түседі. Солнце светит в мои окна и утром, и после обеда. Өйткені оған таңертең де, түстен кейін де күн сәулесі түседі. Вы слушаете передачу «Изучаем казахский язык». Бөлмемнің қабырғаларында мен өзім салған суреттер ілулі тұр. На стенах моей комнаты висят мои рисунки. Бөлмемнің қабырғаларында мен өзім салған суреттер ілулі тұр. Оның үстіне компьютердің қасына бүкіл отбасыларымыздың суреттерін жапсырып қойдым. К тому же около компьютера я повесила фотографии моих родных. Оның үстіне компьютердің қасына бүкіл отбасыларымыздың суреттерін жапсырып қойдым. Өз бөлмем маған ұнайды. Мне нравится моя комната. Өз бөлмем маған ұнайды. Ол үлкен емес, бірақ өзіме ыңғайлы және көңіліме жай. Она небольшая, но очень удобна, и меня это устраивает. Ол үлкен емес, бірақ өзіме ыңғайлы және көңіліме жай. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Желаем вам успехов в изучении казахского языка. До новых встреч! Передачу подготовили саунд-дизайнер Шынар Ходжаева и Салтанат Ермекова. Если вы хотите постичь основы казахского языка, слушайте передачу Салтанат Ермековой «Изучаем казахский язык».